Сәлеметсіздер ме? Бізде келесі жалғаудың түрі тәуелдік жалғау. Өткенде біз сіздермен көптік жалғау, жіктік жалғаумен танысқан болатынбыз. Енді тәуелдік жалғауы. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін қосымшаларды тәуелдік жалғау дейміз. Тәуелдік жалғауда үш жақта айтылады тәуелдік жалғауы, және жекеше, көпше түрі бар. Мысалы, бірінші жақта менің досым. Екінші жақта сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы. Көпше түрде бірінші жақ біздің достарымыз, сендердің достарың, сіздердің достарыңыз, олардың достары. Мысалы, мына жерде біз ыңыз, ымыз, ыңыз, деген жалғаулар болды. Енді тек жіңішке қараңыздар. Менің өшіргіш дегендегі сөздің соңғы буында жіңішке дауысты дыбыс болғандықтан, мына жақта дос, жуан болғандықтан, сенің өшіргіш, сіздің өшіргіш, оның өшіргіш түбірі, мұнда мына жақта көпше түрде бірінші жақта біздің өшіргіш, сендердің өшіргіш, енді қараңыздар, көптік жалғау өткенде оқыған, енді тәуелдік жалғауы. Өшіргіш, тер көптік жалғау, тәуелдік жалғау. Өшіргіш, тер көптік жалғау, тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, көпше түрі. Тағы да мұқият болайық бір нәрсе. Енді қарайық. Ана, ана, жай ғана мы. Менің анам бірінші жақта. Екінші жақта сенің анаң, сіздің анаңыз. Байқасаңыздар, ыңыз емес, ыңыз деп жалғап тұрмыз. Себебі сөз дауысты дыбысқа аяқталып тұр, ана. Оның анасы, енді емес, с. Біздің анамыз, сендердің аналар көптік жалғауы, аналар, аналар, Егер жіңішке болған болса, менің әкем, сенің әкең, сіздің әкеңіз, оның әкесі болар еді, Үшінші жақта мұнау. Бірінші жақ көпше түр, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда тәуелдік жалғауы дегеніміз үш жақта айтылады. Егер сөздің соңғы буыны жуанда дауысты дыбысқа аяқталса, ыңыз, ымыз, ыңыз, Егер мына жерде өшіргіш деген сөз жаңа айтқанымыздай болса, онда іңіз, болар еді. Ал сөз дауысты дыбысқа аяқталса, ана, онда емес, жай ғана мы, сосын ыңыз, сосын с. Көпше түрінде мыз, ыңыз, заттың біреуге меншікті екенін білдіріп тұрған жалғаулар. Бүгін біз сіздермен жалғаудың үшінші түрімен таныстық. Көптік жалғауларды көрдік, жіктік жалғауларды қарадық, бүгін тәуелдік жалғауларды қарап шықтық. Ендігі келесіде септік жалғауларға тоқталамыз. Сонымен 4 жалғауды білсеңіздер, қалғандары сөзді тудыратын қосымшалар болған.